Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын қатпарлы қамырдан өте дәмді мясной пирог дайындайтын боламыз. Алдымен салқын суымыздың үстіне секер, тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлителді салып, бір араластырып, кейін үстіне суымызды құйып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды демалдырып қоямыз, оған дейін салмасына кірісеміз. Майдалап тұралған жуаны, кейін фаршымызды үстіне қызыл, қара бұрыш, тұз және паприканы салып, барлығын 15-20 минут аралығында қуырып аламыз. Енді қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды 4 бұрышты қылып жайып, арасына сары майымызды жағып, дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Дәл осы күйінде қамырымызды бөлме температурасында 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыздың құрамында разрыхлитель болғандықтан холодильникке салуға болмайды. Егер қамырды 30 минуттан көп ұстасаңыз, қамырымыз одан сайын қытырлақ әрі өте дәмді болып шығады. Енді дайын болған қамырымызды жайып, формамыздың ішіне саламыз. Енді үстіне салмасын, яғни фаршымызды саламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін жайып, пирогымыздың бетіне қоямыз. Пирогымыздың шеттері ашылып кетпес үшін түйіп шығамыз, кейін бетін шанышқының көмегімен тесіп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пешімізде шамамен 30-40 минут аралығында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Өз қалауларыңызша бетіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің пирогымыз өте дәмді, әрі өте сочный болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.